Армағайын, эфирде демек жеті дерек. Қазақта жеті саны қасиетті саналатыны белгілі. 15 сәуір Қозы-Көрпеш пен Баян Сұлу ғашықтар күні мерекесі. Сондай қасиетті атауға ие болған жеті ғашық туралы айтамын. Сонау шығыс халқынан бастау алған ғашықтық хикая қазақ даласына да жетіп, ғашықтық дастандар деген бөлек атау алды. Егер Еуропада Ромео мен Джульеттаның махаббатын аңыз қылып айтса, қазақ жерінде Қозы-Көрпеш пен Баян Сұлу аңызы, сонымен қатар шығыс мәдениетінен келген Ләйлі мен Мәжнүн дастаны өнеге айтылады. Қазақ даласында тараған жеті ғашық мыналар: Ләйлі мен Мәжнүн, Жүсіп пен Злиха, Фархат пен Шырын, Тахир мен Зухра, Арзу мен Қамбар, Уәлік пен Ғафра, Уәки мен Күлшай. Ләйлі мен Мәжнүн хикаясы. Шығыс халықтары арасында ең көп таралған ғашықтық қиссасы. Оқиға былай болған. Араб жерінде бір перзентке зар болған, дәулеті асқан бір бай Алладан жатса тұрса бала сұрайды. Тілегі қабыл болып бір ұл көреді. Есімін Қайыс деп қояды. Бірақ сәби өмірге келгенімен күндіз-түні жылай береді. Бірақ Ләйлі есімді сәбиді көргенде жылағанын қояды. Қайыс пен Ләйлі бала кезінде-ақ бір-бірін көрсе ғана қуанып бірге өседі. 10 жасында екеуі бір молдаға мектепке барып, сол жерде күнде кездесіп жүріп, ғашықтықтың торына шырмалады. Қыздың анасы елдің қауесет сөзінен қорқып, Ләйліні үйінен шығармай қояды. Қызды көрмесе тұра алмайтын халге жеткен Қайыс есінен танып ақылынан адасады. Әкесі жынды адамға қызымды бермеймін деп, қызы Ләйліні бөтен біреуге тұрмысқа беріп жібереді. Мұны естіген ғашық жігіт жапан түзді кезіп кетеді. Сөйтіп Қайыс Мәжнүн аталады. Елден жырақ кеткен Мәжнүннің көкірегі толған ащы шерді ұшқан құс пен жортқан аңнан басқа ешбір жан түсінбейді. Ең сұмдығы да сол. Ләйлі де қосылған жарымен бақытты ғұмыр кеше алмай, Қайысты аңдап құсадан қайтыс болады. Кей жыршылар шығыс халықтарымен қоса қазақ жұртындағы Қозы-Көрпеш пен Баян Сұлуды, Еңлік пенен Кебекті, Салиха мен Сәменді, Қыз Жібек пен Төлегенді, Қалқаман мен Мамырды, Естай мен Қорланды, Қайып пен Ақбөбекті де жырлап жатады. Қозы-Көрпеш пен Баян Сұлу. Жыр Сарыбай мен Қарабайдың аң аулап жүріп құда болып, Қозы мен Баянды күні бұрын атастыруынан басталады. Сол кезде аң аулап жүріп, ұлды болған естіген Сарыбай баласын көре алмай қаза табады. Атастырылып қойған Қозы мен Баян жүздерін көрмегеніменен бір-біріне ғашық болады. Уақыт өте келе Сараң Қарабай қызын жетім ұлға бергісі келмей, бір кезде отарын жұттан құтқарған жергілікті палуан Қодарға ұзатпақшы болады. Қос ғашықтың арасына тосқауыл болған Қодар айласын асырып, зұлымдық пен Қозының басын алады. Қайғыдан қабырғасы қайысқан Баян өш алу үшін қулыққа көшеді. Ол Қодарға өзіне құдықтан су алып берсе, күйеуге шығатынын айтады. Алданған Қодар Баянның шашынан ұстап, құдықтың түбіне түсе бергенде, айлакер қыз бұрымын кесіп тастайды. Қодар түпсіз тұңғиыққа құлап қаза табады. Сөйтіп Қозының кегі қайтарылады. Батыр қыз ғашығының күмбезіне келіп, өзіне қанжар салып, қол жұмсайды. 15 сәуір Қозы-Көрпеш пен Баян Сұлу ғашықтар күні осылайша тарихта қалған жеті ғашықты атап өттік. Дерек керек болса, демек нөмірі 7 жалпы білім беретін мектептің демек 7 дерегі қосулы болсын ағайын. Келесі 7-де жолыққанша сау, саламатта болыңыздар.